Асық айтсаң базына, көңіл желін сарнайды. Қайғысызға сөйлесең, еш құлағын салмайды. Ілияс Жансүгіров, күн боламыз. Туғанбыз күн нұрынан күн боламыз, нұр шашып, қараңғыны жарық етіп. Ту ұстап тұлпар күні туғанамыз, көк жерді күміп нұрған қарғып. Зар, заман, жылатып өткен о заман кетсін өзімен бұл заман, күлдерге бізді білем. Қалайна бағасасын анам тілі, сенімен әлдилеген анам менің. Төрт бөліп дүниемізді жұбатам де, сенімен бағаланған балам тірі. Хақ сөйле қызыл тілім адалсайды. Тапсырдым бар ойымды саған ардас. Көңілім ара ойлап алаңдама, алмаққа біреу алда, біреу арба. Әулие құмарлыққа, балонға, әзірге ақын керек болмағанда. Қанымда әуре сарсаң дүниенің, ол жүрек байқалмастан батып шаңға. Көк кілем қатипадай жасыл жайлау, қаз қатар ауыл арты желі байлау. Жайлаудың жаз мезгілін елестетіп, мақтаншақ мінезім бар жұрт қайқайлау. Едігін замандас, қамдан жатпа, заманыңнан хабарлас. Ынта салсаң, білім туын қолға алсаң, теңдікте ешкімге жағалмас. Көк шатырлап жайнақтап, жайлар түсті жайнақтап, қап-қарасы мұнартып, бол таспанда ойнақтап. Сарғайдың тоғайында гүл күзгі тұрып, жайылып жапырағың тұрған бұрын, ара бал көбелек сөл жұтқан сенен, ол қайда маса сона шіркей шыбын. Ілияс Жансүгіров 1894 жылы бұрынғы Қапал уезі Ақсу болысында қазіргі Талдықорған облысы Ақсу ауданында дүниеге келген. Ескіше хат таныған, шығарда тектес кітаптар жинап, өз бойына түрлі өнерлер жинаған. Және батырлар жыры, тарихи оқиғалар, әңгіме шешулерді көптеп оқыған. Көшелі Жансүгіров анасынан ерте айырылғанмен оны ешкім сенім сертпей, керісінше өзінің еркелікпен тәрбиелеген. Ілияс Жансүгіровтың шығармалары көп қырлы Ауғанстанда. Ол поэзия, проза, драма ретінде өзінің бейне еңбектерін сіңірген ғұлама қаламгер ретінде саналған. Бары халық аузында жүрген Ілияс Жансүгіров жастайынан осындай шығарма жазуға бейім болғандықтан өзінің орта жолда өзінің өмірі, тарихын барлығын қамтып шығарма ретінде. Ілияс Жансүгіровтың алғашқы баспа бетін көрген шығармалары Сарыарқаға және Тілек атты өлеңдері. 1917 жылы Семейде алғашқы өлеңін шығарады. Тұңғыш кітабы шыққаннан жазықсыз жазаға дейінгі 10 жыл жетер-жетпес аралықта Ілияс Жансүгіров қазақ әдебиетінің жолдастар атты пьесасымен байытады. Ілияс Жансүгіровтің прозалық шығармаларының көлемесі жолдастар романы. Мұнда қазақ сахарасының еңбек адамдарының тұрмыс тіршілігі мен 1960 жылғы көтерілістің дүмпуі суреткерлікпен ашық көрсетілген. 1937 жылы тамыз айында Ілияс Жансүгіров саяси қуғын-сүргін құрбаны болып тұтқындалды. Алатау бөктеріндегі алқапта демалып жатқан жерінен НКВД-ның шақырту қағазын алады. Ақынның жары Фатима мұның бекер еместігін сезеді. Оған Ыстықкөл асып, қашып кетуін өтінеді. Алайда Ілияс Жансүгіров НКВД-ның шақырту қағазына баруды жөн деп санайды. Сөйтіп Алматыға кетіп, сол кеткеннен оралмайды. 1938 жылы ақын шарықтап тұрған шабытты ақын 44 жасында тұтқындалады.